Алма ертексі. Қоңыр күз мезгілі еді. Ағаштың жапырақтары түсіп, тек жабайы алма ағашының басында жалғыз алма қалыпты. Осы кезде орман аралап жүрген қоян алманы байқап қалады. Оны қалай алуға болады? Алма өте биікте, секіріп жете алмайсың. Шырша бұтағында отырған қарға қоян қылығына сырттай күліп отырады, қарқ-қарқ етіп. Оны көрген қоян, қарға, маған алманы үзіп алып берші дейді. Қарға ағаш басына ұшып барып, алманы үзіп алады. Бірақ алманы тұмсығымен қармап ұстай алмай, жерге түсіріп алады. Рахмет саған қарға дейді де қоян, алманы жерден көрмек болады. Ал жерге түскен алма жаны бардай дыбыс шығарып, қозғалып жүгіре жөнеледі. Бұл қалай? Қорқып кеткен қоян ағаш алмасының түбінде ұйықтап жатқан кірпінің тікеніне құлағанын түсінеді. Кірпі, тоқта деп айқайлайды. Менің алмамды қайда алып бара жатырсың? Ал кірпі болса, кідірместен, бұл менің алмам, ол төбеден құлады, ал мен болсам оны ұстап алдым дейді. Қоян да қояр емес, алмамды қайтар, оны тапқан мен деп таласып жатқанда, қоян мен кірпіге қарға келіп қосылады. Босқа таласпаңдар, алма меніңкі, мен оны өзім үшін үзіп алдым деп өтірікті шынын араластырады. Олар бір-бірімен түсіне алмай, алманы әрі тартып, бері тартып, орман іші айқай-шу болып кетеді. Сол кезде қорбаңдаған аю келіп қалады. Бұл не деген айқай-шу, мазамды алдыңдар ғой дейді. Бәрі оған жақындап, сен аю, біздің ормандағы ең үлкен, әрі ең ақылдысың. Сондықтан бізге алманы кімдікі екенін айтып бер деп, аюға оқиғаның қалай болғанын баяндап, төрелігін сұрайды. Алманы кім тапты? Мен, деді қоян. Ал алманы кім үзіп алды? Мен, деп қарқ етті қарға. Жақсы, кім оны ұстап алды? Мен, деді кірпі. Мінеки, бәрің де дұрыс айтасыңдар. Өйткені алманы алу үшін бәрің еңбектендіңдер. Алма бәріңдікі дейді аю. Мұнда бір алма ғана ғой дейді кірпі қоян. Қарға түк түсінбей. Бұл алманы теңдей бөліп, әрқайсысын бір бөлігінен алыңдар дейді аю. Мұны естіп бәрі қуанып кетеді. Бағанадан бері бостан-босқа таласқан екенбіз ғой деп, кірпі алманы 4 бөлікке бөледі. Қоянға бір бөлігін беріп, бұл саған қоян. Сен алманы бірінші көрдің. Екінші бөлігін қарғаға беріп, бұл саған қарға. Сен алманы үзіп алдың. Үшінші бөлігін аузына салып кірпі, бұл маған. Өйткені алманы ұстап алған мен. Кірпі аюға 4-ші бөлігін беріп, бұл саған аю. Маған не үшін деп таң қалды аю. Сен бізге ақыл айтып, татуластырдың деді ол риза қайтпен. Әрқайсысы өзіне берілген алманы жеп мәз болды. Өйткені аю ешкімді ренжітпей, дұрыс әділ шешімін шығарған еді. Осылай ақылды тапқырлы аюдың арқасында кірпі қоян қарға бір-бірімен тату ұрыспай, тату тәтті тұрыпты.
ұшып кетеді.